Әншілер, театр әртістері, әзілкештер, мың бұралған бишілер барлығы да осында. Бас аяғы 300-ге жуық өнерпаз ел ордалықтарға өз өнерлерін паш етуде. 2 күнге созылған шара соңы гала концертпен аяқталуда. Оңтүстік Қазақстан облысында 8 кәсіби театр бар. Олардың әрқайсысы атсалысты бұл шараға. Күнгейлік өнер иелері барлық жанрды қамтуға тырысқан. Конгресс холл сахнасында халық әнінен бастап опералық арияларға дейін шырқалды. Мейлінше барлық жанрды қамтуға тырысып жатырмыз. Әйтеуір бір номерден болса да барлығы көрсетіп үлгерсін. Осы потенциал бар, мүмкіндік жеткілікті. Халықтың саны оңтүстік Қазақстан облысында 3 миллионға жуық. Сол себепті ел іші өнер кеніш дейді ғой, халық көп болған жерде өнер де көп. Шара барысында республикаға танымал әншілер Әбдіхан Нұрмағамбетов, Наргенше Серікбаева, Семсер және керуен топтары әннен шашу шашты. Ал әзіл әлемінің майталмандары Уәлибек Абдраимов пен Жүсіпбек Ақшораевтар астарлы қалжыңдарын ортаға салды. Өнерпаздар орындаған әсем ән мен күмбір күй сахнаға әр берді. Көрермендер болса, сахна саңлақтарын қошеметке бөледі. Оңтүстіктің тартуы тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналып отыр. Әннен шашу шашылды, әзілдер де айтылды. Көрме ақын жазушылармен кездесуде ұйымдастырылды. Мәдениет саласының толағай табыстары сараланды. Мерейлі Астанада өткен шара осылай аяқталды. Камила Мәулет, мәдениетке саяхат, Астана.